بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نبي بعد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli de kadirli Müslüman bavurlar, ağayın tuğustar. Umayr ibn Vahb. لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي. عمر بن الخطاب. Umayr ibn Vahb mening кейбір балаларымнан да маған жақсырақ болып көрініп кетті. Менің балаларымның кейбіреуінен жақсырақ болып қалды деп Хазіреті Омар ибн Хаттаб разияллаху анху айтқан екен. Енді ол не үшін олай айтқандығын осы уағызымыздың орта тұсында айтатын боламыз. Жалпы осынға дейінгі айтылып келген сахабалар осы кітапта 4 парақтан болатын болса, бұл кісінің өмірі, мына кітаптың авторы 3 парақ жазған екен, сәл 1 парақ аздау. Уақытымызда меніңше 1 сағатқа жетпесе керек. عاد عمير بن وهب الجماحي من بدر ناجيا بنفسه لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. Umayr ibn Vahb Бәдір соғысынан өз нәпсін құтқарып кеткенімен, өзінің артында ұлы Вахбті мұсылмандардың қолында тұтқында қалдырып кетті дейді. Ең үлкен мұсылмандар мен мүшриктердің арасында исламда ғазауаттардың ішіндегі ең үлкен соғыс ғазауат деп ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да бірге қатынасқан соғысты айтылады. Бәдір соғысы, сол жерде Алла тағала мұсылмандарға үлкен жәрдем беріп, мүшриктердің менмін деген ең әшәддилерін жермен жексен еткен үлкен соғыс. Сол Бәдір соғысында бұл әлі исламға дейінгі, өте исламға қас дұшпан болған Умайр ибн Вахб өз нәпсін Бәдір соғысынан аман алып кеткенімен, артында мұсылмандардың қолында тұтқында ұлы Вахбті қалдырып кеткен еді. Бұл кісінің өз аты Умайр ибн Вахб. Вахб деген енді ол кісінің әкесі. Бірақ баласының да аты Вахб екен де ол кісінің. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. Умайр қорқатын еді. Мұсылмандар оның баласын бұның орнына азаптайды ма деп. Жап-жас ғана баласын бірге алып барды әрине сол соғысқа. Бірақ бұл мұсылмандарға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға көрсеткен азар зиянына, соның барабарына мұсылмандар менің баламды қатты азаптайды мекен, қатты қиыншылықтар жеткізеді мекен деп, содан қорқатын еді Умайр ибн Вахб. Өйткені мына накәл деп, басқаға ғибрат болу үшін азаптауды айтады екен. Сенің де басыңа осындай қиыншылық түсуі мүмкін. Менің баламды, мен мұсылмандарға жеткізген зияным, менің мұсылмандарға көрсеткен зорлық зомбылығыма өштесіп, мұсылмандар соншалықты азап көрсетеді ме? Деп содан ғана қорқатын еді Умайр ибн Вахб дейді. وفي ذات زحن توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش. Bir күні сәске уақытында Умайр Харам мешітіне қарай бет алды.
Кабаға барып тауап жасау үшін, әрине мүшриктер де ол кезде тауап жасайды, бірақ әрине біздің мұсылмандардың тауафына ұқсамайды, жалаңаштанып алып, түрлі өздерінің бір надандық, бір жахили амалдарын жасап жататын ол кезде Кабаға. Және өздерінің бұттарымен тәбәррук берекелену үшін, бұттарына барып тағзым көрсету үшін мешітке қарай бет алды Умайр ибн Вахб. Сол жерде ол Софуан ибн Умайя, Құрайыштардың ішіндегі ең беделдісі болған. Мекке Құрайыштарының сол кездегі әрине мүшрик болды ол кісі де. Фатхтан кейін бірақ мұсылман болды ол кісі, Меккенің фатхынан кейін Софуан ибн Умайя. Сол кісіні тапты. Ол Хижрдің қасында отыр еді дейді. Хижр деп Меккеге хажыға барғандар біледі. Кабатулланың жанынан Исмаил пайғамбардың кішкене бір несі шыққан. Бір Хижр деп аталады сол жерде. Арнайы бөлініп. فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش. Жаңағы Софуан Умайяны көрді. Умайр соған қарай барып, ей Құрайыштардың ұлығы, қайырлы таң болсын сізге деді. Бұл мүшриктердің жахилият дәуіріндегі арабтардың жалпы, мүшрик емес, арабтардың жахилият дәуіріндегі сәлем еді. Бізде де әлі айтылады, ассаламу алейкумның орнына қайырлы таң, қайырлы кеш, қайырлы күн деген сияқты сөздер. Им сабахан деген соған келеді. Қайырлы таң болсын ей Құрайыштардың сәйиді деп Софуан ибн Умайяға сәлем берді. Умайр ибн Вахб. فقال صفوان عم صباحا يا أبا وهب اجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. Софуан ибн Умайя саған да қайырлы таң болсын ей Аба Вахб. Кел отыр, біраз сөйлесейік, өйткені сөйлесумен уақыт қысқарады ғой, деп қасына шақырды. فجلس عمير بإيذاء صفوان بن أمية واتفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيمة ويعددان الأسر الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه ويتفجعان على عزماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبتهم القليب في أعماقه. فتنحد صفوان بن أمية وقال ليس والله في العيش خير بعدهم. Екеуі отырып Бәдір соғысын еске ала бастады. Со Бәдірде бұлардың басына жеткен үлкен апат, қиыншылықты естеріне ала бастады. Мұхаммед алейхиссалам мен оның сахабаларының қолында қалып кеткен тұтқындарын есіне алып санай бастады. Анау қалды ғой деген сияқты. Және екеуі үлкен бір Құрайыштың үлкендерінің сол Бәдір соғысында мұсылмандардың қылыштары өлтірген Құрайыштың үлкендеріне көңіл білдірісті екеуі. Қандай ауыр жағдай болды. Және Құрайыштың үлкендерін мына жерде сипаттап жатыр, мұсылмандардың қылыштары оларды өлтірген еді, және де Қалиб оны шұқырына жоқ қылған еді, көміп тастаған еді дейді. Қалиб деп Бәдір соғысында мүшриктердің өлгендерін апарғанда бір шұқырға көміп тастай салған барлығын. Жеке-жеке көмбеген. Соны айтып тұр. Сол Қалиб. Бәдір соғысындағы Қалиб оларды жермен жексен еткен, мұсылмандардың қылыштары өлтірген Құрайыштың үлкендеріне екеуі отырысып, бір-біріне көңіл білдірісті. Анау қандай адам еді? Қандай мүшрик еді дейді ғой, енді басқа не дейді? Қандай мұсылмандарға қарсы зорлық, зомбылық жасайтын еді деген сияқты ғой. Өйткені ол кезде бұлардың ойында тек қана мұсылмандарға зиян жеткізу, ислам нұрын өшіруден басқа ойларында ештеңе болмады. Сол кезде әлгі Софуан ибн Умайя, яғни Құрайыштардың ұлығы деп атырмыз ғой. Сол кісі ұзақ деп былай деді. Аллаға қасам. Мүшриктердің өзі сол кезде валлахи деп айта береді да. Аллаға қасам.
Бұдан кейін бізде бір жақсылық жоқ қой тіршілікте деді. Өйткені Бәдірде қаншама бетке ұстар үлкен Құрайыштың ұлықтары өліп кеткен еді. Бұл оқиғалардан кейін бізде бір тіршілігімізде бір жақсылық жоқ қой деп күрсінді ұзақ. فقال عمير صدقت والله ثم سكت قليلا وقال ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره ثم أتبع يقول بصوت خافت وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. Сол кезде Умайр Софуан ибн Умайяға айтты: Аллаға қасам, өте дұрыс айтасыз. Шынында да тіршілігімізде бір мән қалмады ғой. Деп ұзақ уақыт, аз ғана уақыт тыныш жым тұрды да, одан кейін айтты: Каабаның Раббысына қасам, менің мойнымдағы мына қарыздарым болмағанда еді. Және әйел бала шағамның менен кейін жоқ болып кетуінен, құрып кетуінен қорқпағанымда еді. Мен ана Мұхаммедке барып, Мұхаммедті өлтіретін едім. Оның алып кетіп бара жатқан ісін үзіп қояр едім. Оның жамандығынан елді құтқаратын едім. Деп жайлап сыбырлап қана даусымен айтып жатыр дейді. Әлбетте менің балам Уахабтың олардың қолында тұтқын болып тұрған уақытында менің Мәдинеге барып келуім ешқандай бір күдік тудырмайды деген ойда айтып қалды енді Умайр. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة فالتفت إليه وقال: يا عمير اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ وأما عيالك فأضمهم إلى عيال ما امتدت بي وبهم الحياة وإن في مالي من الكسرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. Осы мезетті, осы уақытты Софуан ибн Умайя ғанимат біліп қалды. Осындай бір керемет мүмкіншілікті қолдан шығарып алмауды қалап, бірден Умайрға қарап айтты: Ей Умайр, сен уайымдама. Қанша қарызың болса да мен оны өтеп беремін. Сен ана бала шағаңнан да қорқпа. Білесің ғой, мен жағдайым жақсы, мал дүнием көп. Олар рахат бір беймарал өмір сүру үшін мен оларды өз бала шағама қосып асыраймын. Сен осы айтқаныңды істегін, Мұхаммедті өлтіріп келгін. Деп, ана Умайр ибн Уахабтың айтқан сөзін бірден бұл ұстап алды да, сен уайымдамай қой, қарызым бар, бала шағам не болады екен деп уайымдамай қой. Сен осы айтқаныңды істегін, қалғаны маған қоя бергін. Сол кезде Умайр, олай болатын болса, бұл сөзімізді ешкімге айтпағын, ешкім біліп қоймасын. Деп еді, Софуан айтты: болды, екеуміздің арамызда қалды бұл сөз. Міне екеуі қысқасы, осы жерге дейінгі сөзден, осы жерге дейінгі оқиғадан түсінетініміз, Бәдір соғысында әбден өзінің жақындарынан, туыстарынан, Құрайыштың ең үлкен лауазымды тұлғаларынан айырылған сол кездегі мүшрик екі адамның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өлтіру үшін ниет қылғанын біз осы жерден көреміз. Бірақ іс олай емес. Алла тағала оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды оларға өлтіртіп қоймайды әрине. Бірақ бұлар солай өздерінше жасырын Хижрдің жанында отырып алып солай ниет қылды. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فواده على محمد صلى الله عليه وسلم وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره ذلك لأن ذوي الأسر من القرشيين
كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. Солай деп сөз байласқаннан кейін Умайр ибн Вахб мешіттен тұрып кетті. Оның жүрегінде Мұхаммад алейхиссаламға деген ашу ызаның кегі кернеп лаулап тұратын еді дейді. Сол дәрежеде пайғамбарымызға деген кегі, жүрегіндегі өшпенділігі лаулап қайнап тұратын еді. Өйткені бір шетінен баласы оларда тұтқында жатыр, бір шетінен Бәдірда қаншама жақтастарынан айырылды. Әрине залалатта, надандықта еді ғой бұл кезде олар. Барды да үйіне дайындыққа кірісе бастады. Өзі ниет қылған нәрсені орындау үшін құрал саймандарын барлығын дайындай бастады. Бұл қорқпайтын еді. Бұның сафарынан, Мәдинеге жасайтын сафарынан біреу күмәнданады деп бұл қорқпайтын еді. Өйткені Құрайыштардың да басқа көпшілігі Мәдина мен Меккенің арасында барып келіп жататын еді. Сол кезде өздерінің тұтқындарын құтқарып алу үшін Меккеден Мәдинаға барып келіп жататын еді. Бұл да сондай көп адамның бірі ұқсап, тура Меккеге бір өзінің баласы жатыр сол жерде. Соны құтқарып алу үшін барамын деп, бірақ ниеті басқада. Баласын құтқару емес, ниеті сол жерге барып пайғамбарымызды өлтірсем, одан кейін не болса о болсын деп тұр ғой. Амара Умайр ибн Вахбин бисайфихи фашухиза ва суқия сумман ودعا براحلته فأعدت وقدمت له فامتطى متنها ويمم وجهه شطر المدينة وميل برديه الزغينة والشر. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. عمير بن وهب қылышын жақсырлап өткірледі. Кейін оны умен жағып қойды қылышына. Бірден шапқан кезде сол бірден өлтіру үшін. Кейін өзінің көлігін алдырып, көлігіне отырып жолға шықты. Мәдина тарафты бетке алып кетті. Оның тонының іші кек пен ызаға, жамандыққа тола еді дейді. Тонының іші дегені ғой енді. Тонының іші деп сипаттап жатыр да. Мұсаннифтің, мына автордың сөзге шеберлігі ғой. Оның тонының іші, тонының ішіне тас толтырып апты біреу тұратын деген сияқты ғой. Оның тонының іші ыза мен кек, жамандыққа тола еді дейді. Умайр Мәдинаға жеткеннен кейін мешіт тарапқа қарай жүрді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды іздеп, көріп қалам ба деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үйінің жанына жақындағаннан кейін түйесін шөктіріп, түйесінен түсті дейді. Енді осы уақытта не болып жатыр еді? Кана Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху иззака جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلهم ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه فحب مزعورا وقال. Сол мезетте Умар ибн Хаттаб радияллаху анху bazı сахабалармен бірге мешіттің есігінің жанында отыр еді дейді. Олар да Бәдір соғысын еске алып, Құрайыштың қолға түскен тұтқындарын зікір қылып, мұсылмандардың, мұхаджирлер мен ансарлардан болған мұсылмандардың батырлықтарын, батырлық суреттерін қайталап еске алып, Алла тағала бұларға берген, мұсылмандарға берген жәрдемді зікір қылып, анау өздерінің дұшпандары болған Құрайыш мүшриктеріне болған Алла тағаланың қандай бір бәле апатын, қорлығын еске алып,
отырған еді. Hazreti Umar roziyallohu anhu. Сол кезде кенеттен Hazreti Umar'дың көзі бұрылып Умайр ибн Вахбты көріп қалды. Ол сол мешітке жақын, мешіттің есігінің жақынына келіп, түйесінен түсіп, қылыш асынып кетіп бара жатыр. Мешітке, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйі сол мешіттің қасы ғой. Сол кезде Hazreti Umar қорыққаннан жүгіріп орнынан атып тұрып былай деп жатыр. Hazal kalbu aduwullah Umayr ibn Wahb. Wallahi ma jaa illa li sharrin. Laqad allaba al-mushrikina alayna fi Makkah wa kana aynan lahum alayna qubayla Badr. Thumma qala li julasaihi imdhu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kunu hawlahu wahzaru an yaghdura bihi hadha al-khabith al-makir. Hazreti Umar roziyallohu anhu жалма-жан қылышын асынып пайғамбарымыздың үйіне қарай беттеп бара жатқан Умайр ибн Вахбты көріп қалды да, мынау ит деп жатыр енді. Әрине ол мүшрик кезеді ғой. Мынау ит Алланың дұшпаны Умайр ибн Вахб қой. Бұл жерге тегін келген жоқ, бұл бір жамандық үшін келді бұл жерге. Бұл анау Меккеде біздерге қарсы мүшриктерді қозғаған еді ғой, білесіңдер ме, естеріңде ме? Және бұл Бәдір соғысынан алдын біздерге қарсы сол мүшриктердің жасус деп тыңшысы болған. Бұл тегін жүрмейді мына Мәдинеде. Жүріңдер, кеттік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға, пайғамбарымыздың жанында болайық. Мынау айлакер хабис деп нәжасатты айтады. Мұны айлакер нәжас пайғамбарымызға бір қиянат жасап қоймасын. Жүріңдер, пайғамбарымыздың қасына барып тұрайық. Деп Hazreti Umar жалма-жан Умайр ибн Вахбты көре сала, қасындағылармен жүгірісіп кетті сояққа қарай. Сумма бадара Умару иля наби саллаллаху алейхи ва саллам ва қала: Я Расулаллах, хаза адувуллах Умайр ибн Вахбин қад жаа мутавашшихан сайфаху ва ма азуннуху илля юриду шарран. Фақала алейхи салам: адхилху алайя. Hazreti Umar жүгіріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға барып: Я Расулаллах, мына Алланың дұшпаны Умайр ибн Вахб қылышын асынып кепті өшерге. Мен бұдан тек қана жамандықты ойлап тұрғанын күмән қып тұрмын. Hazreti Umar өте қызба, өте сондай батыр сахаба болған, өте сондай мінезі өткір сондай. Сол үшін де Фаруқ, ақ пен қараны ажыратушы, батыл мен дұрыс емес нәрсе мен дұрыс нәрсенің ажыратушы болған Hazreti Umar жүгіріп барып пайғамбарымызға сол сөздерді айтып жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз жайбарақат қана: кіргізгін оны маған деді. Енді Hazreti Umar қалай кіргізеді, қараңыз. فأقبل الفاروق على عمير بن وحب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ол жөн барып жүр, енді сен пайғамбарымыздың алдына кіресің деп тұрған жоқ. Жүгіріп Hazreti Умайр ибн Вахбке барып оның жағасынан ұстады. Сөйтті де өзінің қылышының қайысы, қылышының қорабының қайысы бар, асылып тұратын. Соны мойнына алып, итше сүйреп пайғамбарымыз алейхиссалам алдына алып кірді. Мойнынан қайыспен салып алып, ноқталап алған сияқты ғой, пайғамбарымыздың алдына алып кірді. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы халды көргеннен кейін Hazreti Umarға айтты: жібергін оны, ей Умар деді. Енді мойнынан қарғы салып алғандай алып кіріп отыр ғой. Кейін Hazreti Umar жіберді. Пайғамбарымыз Hazreti Umarға айтты: енді сен артта тұра тұр деді. Истахир анху деген артқа шегін дегені ғой. Hazreti Umar артқа шегініп тұрды. ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وحب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z o'rnidan turib Umayr ibn Ahbga qaray yurib borib, "Ey Umayr, ber yaqindag'in" dedi. Umayr ibn Ahb payg'ambarimizga yaqindab, "An'im sabahan" dedi. Bu da "An'im sabahan" degan siyoqda xayrli tong degan arablarning jahiliyat davrindagi salamini aytdi. So кезде payg'ambarimiz aytdi: "Ey Umayr, Alloh taolo bizlerdi senin salamingdan de yaxshiroq salamмен hurmetledi qo'y. Alloh taolo bizni salam ahli jannatning salamini bizga nasib etdi, hurmetledi so'men. Ya'ni assalomu alaykum degan so'zni Alloh taolo bizga uyretdi. Sening buna an'im sabahan deganing ne? Degan so'zni aytdi. So кезде Umayr aytib atır. Faqala Umayr: "Vallahi ma anta bi ba'idin an tahiyyatina wa innaka biha la hadisu ahdin." Allohga qasam, siz de bizning salamimizdan uzoq emas edingiz qo'y. Kecha g'ana siz de o'sha salamni aytib yurdingiz qo'y deb payg'ambarimiz bilan qasarishib o'tir endi bu. Sonda payg'ambarimiz alayhisalom faqala lahu ar-rasul alayhisolatu vassalam: "Va man ladzi jaa bika ya Umayr?" Oğan qarab aytdi: "Ne olib keldi seni bu yerga? Ne uchun kelding? Jo'ningni ayt" degani qo'y. Qala Umayr aytib o'tir: "Ji'tu arju fakaka hada al-asir alladhi fi aydikum fa ahsinu ilayya fihi." Men ana sizlarning qo'llaringizdagi tutqun balamni qutqarib olib uchun keldim. Endi menga bir yaxshilik jasangizlar, endi balamni tutqundan bo'satib beringizlar deb qulluqqa qo'sha boshladi endi bu. Endi payg'ambarimizning janida sahobalar, Hazreti Umar siyoqda arslanday aybatli sahobalar qasında tur. Endi bu endi qulluqqa qo'shu kerak. Birden payg'ambarimizni atılib o'ltirem deb chiqamaydi qo'y bu yerda. Endi bu solay qulluqqa qo'shib o'tir. Qola payg'ambarimiz aytib o'tir: "Fama balus sayfi allazi fi unuqik." Avvalay bo'lsa qilishingga yo'l bo'lsin. Sen balangni tutqundan qutqarib olуга kelgan bo'lsan, qilishingga yo'l bo'lsin. Ana mo'yning asib olgan qilishing ne bo'l? Sonda qola Umayr: "Qabbaha Allohu min suyufin va hal aghnat anna shay'an yawma badrin." Ey bu qilish qurib ketsin. Badrda o'z qilish bizga bir foyda yetkizdi deysizmi? Bizning qajetimizda o'tedi deysiz bu qilish deb qilishni lag'netlab o'tiramiz dedi. Shunda Badrda mushriklardan o'tildi qo'y endi qilish bu qilish bizga bir foyda keltirdi deysizmi? Qurib ketsin bu qilish deb o'tir payg'ambarimizga. Qala Rasul alayhisalom: "Ustuqni mallazi ji'ta lahu ya Umayr." Shuningda ayt. Ne uchun kelding bu yerga ey Umayr dedi payg'ambarimiz. Qala ma ji'tu illa lizaka. Ras aytaman, balamni tutqundan qutqarib olу uchun keldim, boshqa maqsadim yo'q deb bu da endi qaytmaydi so'zini. Qala alayhissalom: "Bal qa'adta anta wa Safwan ibn Umayya 'inda al-hijr fatazakartuma ashab al-qalib min sar'a Quraysh thumma qulta lawla daynun 'alayya wa 'iyalun 'indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan fatahammala laka Safwan ibn Umayya daynaka wa 'iyalaka 'ala an taqtulani vallohu hailun baynaka va bayna zalik." So кезде payg'ambarimiz alayhisalom aytdi: "Sen shuningda aytmay tursin, balki men aytib berayin endi sana shundiqdi. Sen janana Safwan ibn Umayya o hijrning janida o'tirdinglar. Ekeving ana Qurayshning o'lganlarini ana qalib barlig'in bir joyga ko'mgan yer joyida angimelesding der ekeving. So кезде sen turib aytding: Eğer mening mo'ynimda qarz bo'lmaganda, men ortimda qolib bora жатқан bala chaqamni vayimdamaganimda Muhammadni borib o'ltirетін edim deding sen. So кезде Safwan ibn Umayya turib, sening qarzingni da, bala chaqangni da menga qo'yib bere ber. Sen o'ltire ber Muhammadni, qolgani o'zim mo'ynimda dedi. Biroq Alloh taolo seni men mening aramda to'suvchi degan кезде fazahila Umayru lahzatan ثم ما لبث أن قال أشهد أنك لرسول الله. Sol sözlerde estigen Umayr ibn Vahb bir sat yesinden tanıp kaldı. Yesin jiyip bak,
Куәлік беремін әлбетте сен Алланың елшісісің деп пайғамбарымызға сол сөзді айтты. Сүммә ардафа яқул لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله. Сол кезде Умайр артынша Ашхаду аннака ла Расулуллах деген сөздің артынша шынында я Расулаллах біз сіздің ана аспаннан келіп жатыр деген хабарларыңыздың барлығын жалғанға шығарушы едік. Сізге келіп жатқан уахиларды, сізге түсіп жатқан уахиларды да біз жалғанға шығарушы едік. Бірақ мына мен ана Софуан ибн Умайяның хабарын мен және одан басқа ешкім білген жоқ еді. Аллаға қасам, мен бүгін жақын білдім, Алла тағалаға сізге бұны білдірген екен. Өйткені сізге айтып келетін ешкім болған жоқ бұл жерде. Алла тағала сізге білдіргеннен күмәнім қалған жоқ. Фалхамдулиллахиллади сақани илайка сауқан лияхдияни илал ислам. Алла тағалаға хамды саналар болсын. Мен осы жерге айдап алып келген исламға хидаят. Яғни исламға жол табу үшін, исламға хидаят табу үшін мен осы жерге сіздің алдыңызға жетелеп айдап алып келген Алла тағалаға хамды саналар болсын деп айқайлап жіберді Умайр ибн Вахб. Сүммә шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах ва аслама. Кейін калимай таухидты айтып исламға кірді. Фақала алейхи салату вассалам ли асхабихи фақиху ахакум фи динихи ва аллимухул Құр'ана ва атлиқу асираху. Кейін пайғамбарымыз алейхиссалам сахабаларына айтты: мынау бауырларыңа дін үйретіңдер, бұған Құраннан үйретіңдер, бұның тұтқынын босатып қоя беріңдер деді. Фарихал муслимуна би ислами Умайр ибн Вахбин ашаддал фарх. Мұсылмандар Умайр ибн Вахбтың исламға кіруімен ерекше қатты қуанды. Өйткені бұл да бір керемет исламға пайдасы тиетін, исламға дейін мұсылмандарға өте бір керемет зорлық зомбылықты көрсетіп келген адамда, қолынан күші бар, абыройы бар адамның бірі, мұсылмандар бұның дінге, исламға кіруімен қатты қуанды дейді. Хатта инна Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху қала: لحنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. Керек болса Хазіреті Омар былай деп айтты дейді: әлбетте бір шошқа артық еді маған бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына қылышын асынып келген кезде маған шошқа артық еді бұдан гөрі. Бірақ бүгіндік күні менің кейбір балаларымнан бұл маған артығырақ, жақсырақ деді. Осы сөзді сол кезде айтқан екен да Хазірет Омар. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيا أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة. Қараңыз керемет. Хазірет Умайр ибн Вахб өзінің нәпсісін пәктереді исламның тәлімдерімен. Өзінің кең жүрегін Құранның нұрымен толтыратын еді және де. Ол өміріндегі ең бір керемет, ең бір әдемі тіршілікті кешіп жататын еді. Сондай исламға деген оның махаббаты, Құранға деген оның махаббаты Меккені де, Меккедегі адамдарды да ұмыттырып жерді болған. Ұмытып кетті ол. Соншалықты исламға деген махаббаты. Кана Софуан ибн Умайята юманни нафсахул аманiyya ва ямурру би андияти Курайш фаякулу абширу би набаин азимин я'тикум қарибан фаюнсикум вақ'ата бадрин. Ал енді анау Софуан ибн Умайя Мәккедегі өз нәпсінде бір армандап жүретін еді дейді.
Құрайыштың бір жиналып қалған мәжілістерінде ол айтатын еді дейді. Жақында бір хабар келеді, қуанышты хабар келеді. Сол кезде сендер ғана Бәдірде болған оқиғалардың бәрін естеріңнен шығарасыңдар. Сондай бір хабар келеді деп, енді бірақ айта алмайды. Анау Умайр ибн Вахб Мединеге пайғамбарды өлтіруге кетті деп айта алмайды. Енді өздерінше сыр қылып кетті ғой, бірақ одан да хабар білмейді. Бірақ Құрайыштың мәжілістерінде солай деп айтып қояды екен де, өзінің ішінде жүрген бір ойын, жаңа арманын айтады екен де, жақында бір хабар келеді, қуанышты. Бәдірде болған оқиғаның бәрін естен шығарасыңдар сол кезде деп. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه. Бірақ Софуан ибн Умайяның арманы, күтуі ұзақ болып кетті. Хабар жоқ әлі. Ол енді шындап қысыла бастады. Шоқтан да ыстық нәрсенің үстінде ұйықтағандай аунақшып жататын еді, дөңбекшіп, аунап күні түні. Енді ол шыдай алмастан Мединеден келген керуендерден сұрай бастады Умайр ибн Вахб жөнінен. Бірақ ешқандай бір оған дертіне шифа болатын жауап ала алмады ол. Иля ан жааху ракибун фақала инна Умайран қад аслама деген. Ол ақыры мынандай хабарды да жетті оған. Әлбетте Умайр исламға кіріп кетіпті деген хабар жетті. Фаназала алейхил хабару нузула саиқати. Оның төбесінен бір жай түскендей болды осы хабарды естігенде. Из كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. Неге оның төбесінен жай түскендей болды? Умайр ибн Вахб исламға кірді дегенде. Себебі бұл ойлайтын еді, Умайр ибн Вахб еш уақытта исламға кірмейді. Егер жер бетіндегі адамдардың барлығы исламға кірсе де, Умайр ибн Вахб исламға кірмейді деген ойда жүретін еді бұл. Енді ойлай беріңіз, Умайр ибн Вахб исламға дейін қандай адам болды ол? Жер бетіндегі бүкіл адам исламға кірсе де, Умайр ибн Вахб исламға кірмейді дегендей ойда жүреді екен бұл. Амма Умайр ибн Вахбин فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال. Ал енді Умайр ибн Вахбке келетін болсақ, ол діннен қалағанынша үйреніп, Алла Тағала нәсіп еткенше Құраны Кәримнен жаттап, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп былай деді: Я Расулаллах, лақад ғабара алайя заманун ва ана даибун ала итфаи нуриллах шадидул аза лиман кана ала динил ислам ва ана ухиббу ан таъзана ли би ан aqdama ala Makkata li ad'uwa Qurayshan ila Allahi wa rasulihi فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Умайр пайғамбарымызға келіп былай деді: Я Расулаллах, менен бір замандар өтті ғой. Мен өткеніме қарайтын болсақ дегені ғой. Мен Алланың нұрын өшіру үшін тырысушы едім үнемі. Және исламда жүрген адамдардың барлығына қатты азар беруге құмар едім. Бірақ енді мен бүгіндік күні жақсы көремін, егер сіз маған ізін берсеңіз, рұқсат берсеңіз, мен Меккеге барсам, Құрайышты Аллаға және Алланың Расулының жолына шақырсам, егер менен осы менің айтқан дағуатымды қабыл қылса, қандай жақсы нәрсені қабыл қылған болады олар. Егер бет бұрса, мен оларға азар жеткіземін, сізге және сіздің сахабаларыңызға қалай азар жеткізген болсам, мен енді Құрайыштарға солай азар жеткізетін боламын, деді. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان
إنك لسيد من سادة مكة وعاقل من عقلاء قريش أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umayr ibn Vahbga ruxsat berdi. Umayr ibn Vahb Mekkaga keldi de birden Sofvan ibn Umayyaga keldi. O'zining serikdesi bayog'i. Keldi de aytdi: "Ey Sofvan, albatta sen Mekkaning ulularidan birisin. Және Qurayshning aqlda odamlarining biri bo'lib sanalasan. Sen o'ylab ko'rshi, sendердің siyinib жатқан тастарың, және сол сендердің Құдай деп алған мына бұттарың үшін сендер бір құрбандық шаласыңдар, siyinib жатқан тастарың ақылда дін болуға лайық па осы нәрсе, ойлап көріңдерші" деп бірінші ең беделді адамдарынан бастады да дағуатты. Амма ана фа ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан расулуллах. Ал мен болсам Алла тағалаға жеке дара ғибадатқа лайық бір ғана Алла тағала және Алланың елшісі әрі құлы Мұхаммад алейхиссалам екендігіне куәлік беремін деп Софван ибн Умайядан дағуатты бастады. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير أجزل الله مسوبة عمير بن وهب ونور له في قبره. Keyin Hazret Umayr ibn Vahb Alла тағаланың жолына Меккеде дағуат жасай бастады. Оның қолында көптеген адамдар ислам дінін қабылдады. Алла тағала Умайр ibn Вахбтың сауабын көбейтсін, оның қабірін Алла тағала нұрландырсын деп осы жерден уағызымызды аяқтайды екенбіз. Енді бұл жерден құрмет жамағат қандай пайда алуға болады? Шынында да ислам діні алдыңғы өткен қателік кемшіліктердің барлығын кешіріп жіберетін дін. Көп адамдар намаз оқымай жүрген, қате кемшіліктерді көп жасап жүрген адамдар айтады дейді: "Ей ақыр болары болды ғой енді. Көреміз, бара жата көрерміз" деп айтады екен да, Құдай сақтасын. Мына кісілердің өмірін қараңызшы. Исламға дейін мұсылмандардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әшәдді ең үлкен дұшпандарынан болған адам. Өзі де айтып тұр ғой: "Мен Алланың нұрын өшіруге тырысушы едім. Және мұсылмандарға ең көп зиян жеткізуге құмар адам едім. Я Расулалла, егер ізін берсеңіз, мен барып сол ісімді енді мүшриктерге істесем" дейді да. "Мен дағуат қылам, егер қабыл қылса жақсы, қабыл қылмаса сізге және сіздің сахабаларыңызға жеткізген зиянды, қиыншылықты менен солардың басына көрсетейін" деп жатыр да. Біздерге осы нәрсе үлгі болу керек. Бәріміз де бірдей 12 жасымызда дінге кіріп кеткен жоқпыз, балағат жасқа жеткеннен кейін. Біреуге ерте, біреуге кеш. Алла нәсіп етті әхли ислам болуға, ең бақытты адамдардың қатарынан болуға Алла тағала бізге нәсіп етті ма? Енді қалған өмірімізді дінге арнайық. Қалған өмірімізді енді Алланың нұрын жағуға, өшіруге емес, Алланың нұрын жағуға, ислам дініне қызмет етуге арнайық, иншалла. Міне осы сахаба Hazret Umar ibn Vahb'дің өмірі бізге соны үлгі болу керек, сол нәрсеге үлгі болу керек. Соншалықты пайғамбар, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана Hazret Омарға жібер оны, енді артта тұр деуінің барлығы пайғамбарымыз алейхиссалам біліп тұрды оның, ол сахабаның болашақта қандай шынайы мұсылман болатын, қандай шынайы сахаба болатын білгендігі үшін. Ал егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның сол кезде де қайтпайтынын білгенде, сол жерде оны өлтіруге бұйырар ма еді? Мына жақтарда келеді. Өмір бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзінің емшектес болған бауыры 20 жыл исламның қас дұшпаны болған адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккенің фатхынан кейін келген кезде сахабалары сондай ашу ызада. Пайғамбарымыз да бірақ қарамай қояды оған. Келіп кешіргін мені десе де қарамай қояды.
Сол кезде сахабалар тұрып, сахабаларына пайғамбарымыз айтады екен: соны біреу өлтіріп жібермедіңдер ау деген кезде сахабалар: я Расулалла, сіз ізін бермедіңіз ғой, еш болмаса көзіңізбен ишара жасап қоя салмадыңыз ба, біз өлтіретін едік оны дегенде пайғамбарымыз айтқан екен: пайғамбарлардың көзі еш уақытта дұрыс емес, хақ емес нәрсеге ишарат жасамайды деген екен. Өлтіру, қиянатқа ишарат жасамайды пайғамбарлардың көзі деген екен. Көрдіңіз ба? Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білді сахабаларының барлығының болашақ исламға қандай қызмет ететінін. Тура сол сияқты Умайр ибн Уахаб пайғамбарымызды өлтіруге келді, бірақ пайғамбарымыз оны құшақ жая қарсы алып, Хазірет Омарға айтты: тиіспе, тек қой, сен ары тұра тұр деді. Бірақ Хазірет Омар ана жерде пайғамбарымыз бір өлтіруге шынында бұйрық берсе, мойнын шауып алуға дайын тұрған сахаба еді. Өйткені Умайр ибн Уахабтың исламға дейін мұсылмандарға көрсетпегені жоқ. Ең қатты азар жеткізуші адамдардың бірі болған еді. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, осы айтып жатқан ұлық сахабалардың өмірі біздерге, жүректерімізге, имандарымыздың күшеюіне үлкен септігі тиетін амалдар, иншалла, Алла бізге соны нәсіп етсін. Үнемі айтамыз, мына уағызымыздың соңында айта кетейік: ұлыларды зікір қылу, әлбетте Алла тағала сол жерге өзінің нұрын төгіп тұрады екен. Иншалла, Алланың осы жерде нұры төгіліп жатыр. Біз осы сахабалардың атын айтуға да лайық емес адамдармыз. Бірақ Алладан үміт етеміз, осы айтып жатқан нәрселерімізді Алла қабыл етсін, қате кемшіліктеріміз болса Алла өзі кешірсін дегім келеді. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbim Алла, осы уақытқа дейін 5 сахабаның өмірін айтып шықтық. Алла, араларында бір сөздерімізде қате кемшіліктер кетіп қалған болса, Алла өзің кешіре көр. Мына ихласпен, осы сахабаларға деген махаббатпен, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламға деген махаббатпен отырған құрметті мынау бауырларымызды, жамағатымызды Алла тағалам өзің ихластарын, махаббаттарын бұдан да артық күшейте көр. Жүректеріміздегі Алла тағалам имандарымызды өзің күшейте көр. Күнә істерден Алла тағала аулақ жүруді біздерге нәсіп ете көр. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика.